Құрылтай дегеніміз енді біздің бұрыннан ата-бабаларымыздың ұлы даланың несі ғой. Көп мәселелерді сол құрылтайда шешкенін біз білеміз тарихтан. Сол себептен мен ойлаймын, мына парламент деген сөзді сол құрылтайменен ауыстырған өте дұрыс деп санаймын. Өйткені парламент деген ол біздің сөз емес, ол француздың тілінен алынған парле деген сөйлеу ғой енді. Сол құрылтайды енді қазір 145 депутат болып сайланып, жаңа заңдарды солар қабылданады. Сол себептен мен ойлаймын, жаңа конституциямыз біздің өзіміздің халықтың мүддесіне жасалған көп мәселелер жаңадан құрылып жатыр. Президенттің орынбасары, вице-президент деген ұғым пайда болды. Құрылтай деген ұғым пайда болды. Халық кеңесі деген болды. Ол да жаңағы биліктің халықпен санасуы. Билік жалпы бізде конституция жазылып тұр ғой. Біздің ең халық билігі біздің ең жаңағы сол бүкіл билік халықта деген қағида бар. Соған байланысты мен ойлаймын, ол да халық кеңесінде жасаған өте дұрыс. Ол халық кеңесі қазір оның бір ерекшелігі, олар заң бастамасына ие. Орысша айтқан законодательная инициатива дейді. Оған ие өзі көп заттар емес. Президентіміз, үкімет, құрылтайдың депутаттары, содан кейін жаңа халық кеңесі сол заң бастамасына. Олар енгізген заң міндетті түрде құрылтайда қаралып, қабылданады, не қабылданбайды, олар жағы белгісіз. Сондай өзгерістер енді. Құрылтай қазір тек қана партиялардың есімінен ғана сайланатынын білеміз біз оны. Сол себептен өздеріңіздің партияны таңдап алып, өздеріңіздің мүддеңізге жарайтын партияларды соған бүкіл халық қатысса екен деген ойдамын мен. Өйткені құрылтай деген сіздердің өкілеттіңіз, сіздердің мүдделеріңізді қорғайтын депутаттар, соларды таңдап сайлауға қатысуға шақырамын.